Саламатсыздар, құрметті Роза Жаһан қазағымен жобасының көрермендері. Кезекті қонағымыз Мажар елінің Сегет университетіндегі аға оқытушы, қазақ тілі мен әдебиетінің Европа елдеріндегі университеттерден алғашқы рет ресми шақырылған лектор. Бүгінде көптеген ғылыми кітаптардың, мақалалардың авторы Раушангүл Заханқызы бізбен бірге болады. Біздің Роза Жаһан қазағымен жобасы әлемнің әр еліндегі қазақ қандастарымызбен сіздерді жолықтырып, өздерінің өмірлік тәжірибелерін қызықты әңгімелермен бөлісетін болады. Сондықтан бізбен бірге болыңыздар. Қонағымызды эфирге шақырайық. Сәлеметсіз бе, Роза ханым? Қош келдіңіз біздің Роза Жаһан қазағымен жобасына. Мажар елінен біз өзіңіздің ой пікірлеріңізді, тәжірибеңізді бөлісуге, уақытыңызды бөліп келгеніңізге үлкен рахмет. Жалпы сұрақтан бастасам, Европа елдеріндегі университеттерден алғашқы болып ресми шақырылған лектор ретінде осы ресми шақыруды қалай алдыңыз, қалай келдіңіз, содан бастасақ? Естіліп тұр ғой, е? Естіліп тұр. Енді мен негізі Венгрияға, сол Мажарстанға алғаш келгенімде, мен Мұхтар Әуезов атындағы әдебиет және өнер институтында аспирантурада оқып жүргенмін. Содан біздің Шығыс Қазақстан, қазір Сәрсен Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан мемлекеттік университетінің ректоры Ережеп Әлхайырович Мәмбетқазиев мырза Мажарстанға келеді. Сол ресми сапарында Сегет университетіне де барады, ғылыми байланыстар жасау үшін. Сол кезде жаңағы қазақ тілінің лекторы керек деген өтініш түседі. Жаңағы профессор, қазір марқұм болып кеткен Арпад Бертадан түркітанушы. Содан Сегет университеттің Алтай-Есика кафедрасына лектор ретінде келдім, бірақ Сегет университетінің Мұхтар Әуезов атындағы әдебиет және өнер институтының аспирантурасын үзіп, қайтадан қалпына келу құқығымен содан сол жерді үзіп, қайтадан Шығыс Қазақстан мемлекеттік университетіне жұмысқа тұрып, сол жерден мұғалім ретінде, жаңағы лектор ретінде Сегет университетінің Алтай-Есика кафедрасына қазақ тілі лекторы ретінде шақырылды. Жалпы мына Европа елдеріндегі университеттерде қанша елдерде осы лектор ресми шақырылған бар? Негізі ресми шақырыла ма сіздерде? Сол, яғни сізді ресми шақырған үрдіс әлі жүріліп жатыр ма дегенім ғой. Осымен байланыстарыңыз әлі бар ма? Енді бұл Сегет университетінде жалпы 30-ға жуық елдің, жаңағы Америка, Англия, Германия, Франция, Испания, тағы басқа сияқты 30-ға жуық елдің лекторлары жұмыс істейді, ана тілдерін оқыды. Біздің кафедра Алтай-Есика кафедрасы шығыс тілдерін оқытады, жаңағы алтай тілдері дейді, олардың арасында тұңғыс, манжур, моңғол және түркі тілдері. Түркі тілінің ішінде ең басты тіл жаңағы түрік тілі, түрік тілінен кейін түрік тобының ішінде қыпшақ тобынан қазақ тілі оқытылады. Енді ресми шақырылу, ресми Европада бірінші рет жаңағы Сегет университеті бірінші рет қазақ тіліне сондай ресми сұраныс, ресми шақыру жіберді. Сонан кейін барып жаңағы Польшада ашылды, Хенрик Янковский мырзаның түркітанушы жетекшілігімен сол кісінің шақыруымен Гүлайхан Ақтай ханым келді. Жаңағы одан кейін Германияның Гессен университеті қазақ тілі оқытылады деп естимін. Блумингтонда, Индиана университетінде қазақ тілі оқытылды, қазір ресми түрде лектор бар ма білмеймін. Ал енді меніңше осы ресми шақырылған Польша мен Венгрияда ғана, Мажарстанда ғана қой деймін. Қалғандары, мысалы, Германияда ол Қазақстан тарапынан шақырылған емес, ол сол жерде оқып жүріп, жаңа ғылыми іс тәжірибе жинақтап жүріп, сонда қалып қойды ғой деймін, қазақ тілінің маманы ретінде. Жалпы қазақ тілі маманы ретінде шетелдегі оқытушылардың бір байланыстары бар ма? Қазақстанмен де осы шетелдегі іс тәжірибелеріңізді бір-біріңізбен бөлісетін мүмкіндіктеріңіз бар ма қазір? Енді мына біздің кафедраның, Сегет университетінің Алтай-Есика кафедрасының біршама университеттермен, жалпы Сегет университетінің келісім шарттары бар.
жаңағы Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті, Еуразиялық Гумилев атындағы, Лев Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университетімен байланыстары бар. Тағы да басқа Тараз педагогикалық институты, Шығыс Қазақстан мемлекеттік университеті, Сәрсен Аманжолов атындағы ресми байланыстар бар. Бірақ қазақ тіліне қатысты байланыстар жаңағы біздің студенттеріміздің сол жерге қазақ тілін тереңдетіп үйренуге барады. Мысалы Астанаға, Нұр-Сұлтанға, жаңағы Гумилев атындағы университеттің түркология кафедрасына, Фараби университетіндегі қазақ тілі және түркітану кафедраларына барады. Ал өз арамызда мысалы Польшамен байланыс, жаңағы Гүлайхан Ақтан және Генрик Янковский бізді, менің өзімді жаңағы қазақ тіл маманы ретінде 2018 жылы болған қазақ тілінің мәселелеріне арналған конференцияға шақырды. Сол жерде өзіңізбен кездестік. Сол сияқты байланыстар бар. Ал Германиямен байланысымыз ол жаңағы қазақ тіліне байланысты. Мен Erasmus программасымен Майнц университетінде жаңа қазақ тілінен дәріс оқыдым, бірақ дәл қазақ тіліне байланысты ғылыми есептеулер, ортақ жобалар жоқ. Сосын біздің университетте докторлық жұмыс қорғалған қазақ тілінен. Біздің кафедра, Алтайсика кафедрасында жаңа профессор Ева Кенчешной, соның шәкірті Эстер Ототковач деген біздің докторантымыз, ол қазақ тілінен докторлық жұмыс қорғады. Ол қазір Америкада басқа бір университетте жұмыс істеп жатыр. Жалпы мына әр елдің өзінің жаңағы тіл мәдениетіне байланысты институттар бар ғой. Мысалы Польшада Полоникум дейді, сыртқы істер министрлігімен жалпы мемлекеттік деңгейдегі үлкен бір институт. Тілін, поляк тілін мәдениетіне байланысты, яғни шетелдерге осыны дәріптеу жолында, осы Польшаның өзінде де жүйелі осы тілдің оқытылуына байланысты осындай жүйелі түрде бір институт бар. Сыртқы істер министрлігімен, мемлекет басшысымен үлкен байланыста осындай. Мысалы Германияда Гёте институты, былай қарағанда Түркияда Юнус Эмре институты деген сияқты. Қазақстанда арнайы мемлекеттік деңгейдегі үлкен жаңағы сыртқы істер министрліктермен байланыста жалпы мына қазақ тілінің жүйесін өз елінде де дәріптейтін, шетелдегі қызығушылығы бар, осындай оқуға сұранысы бар елдерге бағытталған осындай бір институт бар ма? Өкінішке орай Қазақстанда ондай институт жоқ. Венгрияда ол хунгарология деп айтылады. Балаши Балинт атындағы институт бар. Сіз айтқан жаңа Полоникум Польшада, Гёте институты деген сияқты. Мен осы мәселені мемлекеттік деңгейде, өте жоғары деңгейде көтердім бұл мәселені. Бірақ сол бастаманы былай қолдады, жаңағы Тілғазына, Шаяхметов атындағы Тілғазына орталығының ішінде олар Абай институтын ашып, солар жұмыс. Ал бұл сіздердің Полоникум, хунгарология, Балаши институты, Юнус Эмре, Гётенің деңгейіндегі институт емес, өкінішке орай. Өйткені оны жаңағы өзіңіз айтқан, олар әр елде лекторлар ұстау керек. Мысалы, ол сыртқы істер министрлігі мен білім министрлігінің арасындағы байланыспен жаңағы қазақ тілінің тестілі орталығы барлығымен байланысып жұмыс істейтін, тілдің қазақ тілін шетелде насихаттайтын институт болу керек. Өкінішке орай бізде жоқ. Ол болса жақсы болар еді негізі. Сіз өте орынды мәселені жаңағы қозғадыңыз. Мемлекеттік тараптан сонда қолдау тапса, яғни мысалы Ресейдің орталықтары бар шетелдерде, Русский культурный центрде, ал сол сияқты. Сосын жаңағы Полоникум сіздегі хунгарология, Балаши институты, содан кейін жаңағы Гёте институты, British Council деген сияқты. Сол сияқты институттар көбейе сияқты
құрылса, ол керемет болар еді негізі. Бірақ оған Бұны сұрауымның себебі қазір Польшада сұраныс көп, жастардан, студенттерден сұраныс көп, қазақ тілімен осы мәдениетін қызығушылық көп жастардың арасында. Былтырғы жылдары сол қазақ тілі бөлімі ашылса деген сұраныс білдірген кезде, мына сыртқы істер министрлігінің елшілік арқылы хабарласқан кезде, ол кісілер өздеріңіз сұраныс болса, енді университет өзі қаражатын көтерсін, соған қарай біз лекторды шақыра аламыз. Ал былай Қазақстан мемлекетінен біз ондай көмек жасай алмаймыз деген сондай жауап келді. Соған қарамастан былтырғы жылда 15 студентке университет сұраныс қызығушылығы болғаннан кейін 15 студентке жер ашып, осы қазақ тілі мен әдебиетін, мәдениетін саласында танытатын осындай бөлім емес, жаңағы аудитория ашқан еді. Осы 15-тен асып, биылғы жылғы студенттердің саны, шетелдік студенттердің осы қазақ тілі мен әдебиетіне 30 студенттік аудитория осы толыққап отыр. Сондықтан шетелдік қазір Европада мен ойлаймын, осы қазақ тілі мен әдебиетіне, жалпы мына қазақ мәдениетіне, тарихына үңілгісі келетін шетелдіктердің көбейгенін осыдан байқауға болады. Жалпы сіздің оқытып жүрген осы тәжірибеңізге байланысты қанша студенттер бүгінге дейін қазақ тілін оқытып шықтыңыз? Осы салада қанша қызығушылық қандай, енді Венгриядағы жастардың арасында осы оқытып жүрген кезіңіздегі қызығушылықтар жайында осы жастардың айтсаңыз? Енді бұл 1998 жылдан бері ең кемі 2-3, 5 студент деп алғаның өзінде ойлаңыз, ол 100 шақты студент, одан көп болуы мүмкін, енді мен санаған жоқпын. Бірақ қызығушылық бар, өйткені қызығушылық болмаса Европада бірінші болып жаңағы мажарлар шақырар еді. Екіншіден, мажар халқы мен Қазақстан халқының арасында қазір қарым-қатынас өте сондай тығыз. Жалпы мажарлар өздерінің жаңағы тарихтарын зерттегенде, олар шығыс жаңағы Азиядағы тарихты да қоса зерттейді. Сондықтан біріншіден олардың өткен тарихтарының зерттеу, жаңағы көне тарихты зерттеу үшінде, сонымен қатар көптеген зерттеу мәселелерінде түркі халықтарына деген олардың ықыласы ерекше. Мысалы, түркологияның отаны саналады Венгрия, Мажарстан, Сегет университеті, ол жерде жаңағы неме Дюла, Лигети Лайош деген сияқты адамдар жұмыс істеген атақты. Кітапханасының өзі түркологияның меккесі дейді, бүкіл бұрынғы кеңес одағы, жаңағы Қазақстан, бүкіл Азиядан, сонымен қатар Еуропадан, батыс Еуропадан да, Америкадан да келіп кітапханаларды кітапханасында жұмыс істеп жатады. Сондықтан бұл венгрлердің өзінің құрамында, өзіңіз білесіз, қыпшақтар бар. Олардың өзінің жаңағы Азиядағы тарихы Магна Хунгария дейтін, жаңағы қазіргі Башқұртстанның аумағынан көшіп келген. Олардың тамырлары, тарихи тамырластығымыз бар. Сонымен қыпшақтар бар, 13-ші ғасырда Мажарстанға қоныс аударған. Олардың тілінде көптеген ұқсастықтар бар, мысалы акуш, ағыс деген, арбоз, қарбыз, барақ, шайнат, жаңа сүткен, боза, қайтар, қамшы, ұнтақ, қанжыға деген, қалампыр, шолақ деген сияқты басқа, қыпшақ диалектісінде көптеген сөздер қазақтарға ортақ, алма, балта, сақал айтпағаның өзінде сағынды. Сонда тілдерінде ортақ сөздер көп, мысалы 500 мыңға жуық түркі сөзі бар, 500 мыңға славян сөзі, сосын өздерінің жаңағы пенубор сөздері бар, негізгі қабаты. Сол тұрғыдан алғанда бізде мәдениетімізде де шығыстық элементтері көп мажарлардың, сондықтан дәстүрлерінде, сондықтан олардың Қазақстанға деген қарым-қатынасы ерекше. Еуропадағы өздері де айтады, жаңа зерттеушілері, бұл Мажарстан қашанда Европаға, сосын бүкіл әлемге экзотика болып қалады дейді, өйткені олардың
мәдениеттері екі мәдениеттің синтезінен тұрады, сондай бір ерекше мәдениет. Сондықтан да бұлардың мажар халқының Қазақстанға деген экономикалық байланыстарымыз да қазір өсіп келеді, екі жақты. Сауда экономикалық байланыстар, сауда айналымы өсіп келеді. Тікелей ұшақ ашылды, қазір мысалы жаңағы вирусқа байланысты тоқтап тұр, бірақ студенттерге мажар үкіметі стипендия береді. 250 студентке Хунгарикум стипендиум мүмкіндік беріп тұр Мажарстанда оқуға, бакалавр, магистр, докторантураға мысалы. Сол сияқты Қазақстанмен байланысы өте жақсы, сондықтан сұраныс әрине болады. Содан кейін Еуропада да Қазақстан ол енді тек қана аумағымыз 9-шы орында ғана емес, салмағы бар. Жаңағы Орта Азияда өзінің орнын алған жетекші мемлекет саналады ғой. Енді оны дәлелдеудің қажеті жоқ. Тәуелсіздік алдық, 30 жылға тақап қалдық. Сондықтан біздің еліміздің Еуропадағы және дүниежүзіндегі беделі зор. Сол тек қана осы тілімізді насихаттау жағын мықты қолдап жіберсе жақсы болады. Мен де осы отбасымызбен Венгрияда болған едік бір 2 жыл бұрын. Сол кезде көшеде кетіп бара жатып, балалармен кетіп бара жатып, қазақша сөйлеп кетіп бара жатсақ, мажарлар кезігіп бізге сәлемдесіп, қай елденсің, андай сөздерің бізге жақын келді, құлағымызға жылы келді деп сөйтіп жатты. Сіздің жаңағы айтып отқаныңызға байланысты есіме түсіп отыр. Жалпы халықтың қазақтарға көзқарасы қандай, қазақтарға, жалпы қазақ еліне деген ой пікірлері қандай? Ой пікірлері өте жақсы. Енді бұны жалпы жаңа айтып өттім, оның жаңа тарихи да негіздері бар, бұрынғы көшпенді өмір салтына байланысты тарихи негіздер, қыпшақтарымыз бар деген сияқты. Сауда экономикалық байланыс, тәуелсіздігімізді алғашқылардың бірі болып мойындаған мемлекеттердің бірі Мажарстан. Сондықтан қарым-қатынасы өте жақсы қазақ халқына деген. Мен жаңағы айтып өттім дәлелдерді, жастарға мүмкіндік беріп жатқаны, білім саласына гранттар бөліп жатқандығы, оқытып жатқандығы, жаңағы әртүрлі осындай қолдау білдіріп жатыр. Қазақ тілінің лекторын шақырып, Мажарстан үкіметінің қаражатына жұмыс істеп жатырмын мен. Тек қана Қазақстан, Мажарстанның қолдауынан жұмыс істеп жатырмын. Біз сол қыдырып барған кезде арнайы Абайдың ескерткіші бар деп, Абай ескерткішіне барып, Будапешт қаласында жаңағы біздің бір рухымызды көтеріп қайтқан едік, осындай арнайы қазақтың көшесі бар болғанына. Астана көшесі ашылды. Содан кейін Абайға төс мүсінін орналастырды, тура Будапешттің қақ ортасында деген сияқты. Сонымен біздің Сегет университеті 2 рет Абай оқуларын өткіздік біз студенттермен. Абайдың өлеңдерін оқыды студенттер, Алтай Институт кафедрасының қолдауымен жаңағы Алтай Абай оқуларын 2 рет өткіздік. Оның алдында Астана оқуларын, Астанадан эссе жазды студенттер, яғни Қазақстан елшілігінің қолдауымен ғой. Сосын кафедраның жұмысы, бұл сондай шаралар өткізіп жатамыз. Енді қолдауы өте жақсы деп ойлаймын. Біздің елімізден емес, сырт елден біздің тілімізге сұраныс туып, біздің тілімізді, мәдениетімізді, тарихымызды оқуға қызығушылығы бар жастардың болғанына және сіздерді шақырып, ресми түрде шақырып, осындай бізге сіздердің тілдеріңізді үйрету керек, мәдениеттеріңізді үйрету керек деп осыған ат салысып жатқан мажар елінің өзіне үлкен алғысымызды білдіреміз, яғни бір қазақ ретінде. Енді осы шетелдік студенттерге, шетелдіктерге қазақ тілін үйретіп жүрсіз. Осы жүйелі бір кітаптар бар ма? Кітаптар, оқулықтар қандай? Осы жайында айтып өтсеңіз.
Енді негізі сол мен өзім оқулықтарды елден алып келем көбінде. Қазақстанда қандай жаңа басылым шығады соның барлығын, иә. Сосын өзімізде бірлесіп оқулық жазып жатырмыз, мажарларға арналған тек қана. Сол ондай оқулық жазып жатырмыз. Сосын қазақ-мажар тіл ашарын жаздық, сөздік. Қазақ-мажар тіл ашары бар. 2015 жылы 2-ші рет бастық. Сонымен Қанжана Уәзір деген қазақ ертегілерін аударып, оны 2 тілде бастық. Сол сияқты енді кітаптар Қазақстанда қазір әртүрлі кітаптар шығып жатыр, шетелдіктерге арналған. Оларды да өзім сол жақтан өзім алып келіп оқытып жатырмын. Тікелей өзіңіз сол ізденісіңізбен генә тауып жатсыз. Былай жүйелі бір шетелдіктерге арналған бір жерден шыққан, бір ұйымнан шыққан кітап жоқ дейсіз ғой онда. Онда енді тек қана сол шетелдіктерге арналған, тек қана сол сериямен шығып жатқан кітап жоқ деп ойлаймын. Мысалы венгрлерде бар онкология кітаптары, жаңағы сол арнайы шетелдіктер алған. Енді бұл шетелдіктер алған оқулықтар бар ағылшын тілінде де, қазақ тілі ағылшын тілінде. Бірақ ол әркімнің жеке жазған оқулықтары. Сұранысына байланысты сол тілде, сол елдің тілінде сондай кітаптар жоқ дейсіз ғой. Біздің мысалы Польшаның Полоникумында өзінің арнайы шетелдіктерге, өзінің жергілікті халқына, сол мектептің программаларына арналған сондай жүйелі бір кітаптың баспасы бар. Сол мемлекет білім министрлігінен, одан кейін сыртқы істер министрлігінен осыны арнайы бақылауда ұстаған осындай бір институт арқылы. Мысалы Юнус Эмреде сондай өзінің кітаптары бар. Шетелдіктерге арналған. Ондай дәрежесіне қарай, мысалы 1-ші, 2-ші, 3-ші деген сияқты сондай дәрежемен оқытатын. Халықаралық стандартпен жасалған А, Б деген сияқты. Мысалы көбінде біздің Қазақстанда мына орыс тілді аудиторияға арналған оқулықтар ғой. Ал енді шетелдіктерге арналған оқулық, ол Америкада, сосын тағы Нью-Йоркта шыққан бір оқулық бар деген сияқты оқулықтар. Әркім өзі жеке шығарып жатқаны бар, шетелде шығып жатқан. Мысалы қазақ грамматикасын жазды жаңағы Райхан Мұхамедханова деген қыз. Әркім бөлек жазып жатыр, ал бірақ тек қана ол сол институттың жоқтығынан, мысалы, егер институт құрылса, ол тек қана сол шетелдіктерге арналған оқулықтар жазар еді Қазақстанда. Әркім бөлек өзі жазып жатқан бар, авторлар шығарып жатқан. Ал бірақ осы институттың сериясы деп, сіз айтқандай, заманауи, яғни, мысалы, 5 жыл, 10 жыл бұрынғы кітап, мысалы, қазір қолдануға, қазіргі текстіге сай емес болуы мүмкін. Сондықтан сондай жүйелі серия түрінде шығарылған кітаптар жалпы керек сияқты, иә, ондай болса ғой. Әрине, өйткені қазір 2-3 жылдан кейін замандың ағымына ілесу керек қазір, иә, мысалы, 1-2-3 жылдың ішінде техника барлығы өзгеріп жатыр, технологиялар, иә, жаңа терминдер. Қазақ тілі, Құдайға шүкір, бай тіл, кез келген уақыттың терминін, жаңағы ұғымдарын тез меңгеріп алады, жаңасы пайда болып жатыр. Тіл білім институты өте жақсы жұмыстар атқарып жатыр, мысалы, Алматыдағы Анар Фазылжан басқарып отырған, иә, үлкен тіл білім институтының ғалымдары үлкен жұмыс жасап жатыр, мысалы. Ал бірақ енді көрдіңіз бе, біздің жаңағы сол шетелде оқыту жүйеге қойылмай тұр кішкене. Сол бағытта. Әркім өз басына тартып атқан жоқ па, осы тіл білім институты, Шаяхмет атындағы тіл қазына дейсіз. Жаңағы әркім солардың бірігуі керек сияқты менше. Жоқ, олар бірге жұмыс істей беруге болады. Бірге жұмыс істей беруге болады ғой. Бірге ма? Тіл білім институтының жалпы өзінің мақсаты басқа ғой. Олар ғылыми зерттеулерге негізінен тіл білімінің академиялық тіл білімінің зерттеулерімен айналысатын институт қой ол. Қазір графикамен айналысып жатыр. Ал енді жалпы мына институттың одан ерекшелігі, яғни сізбен біз айтып отырған, ол шетелдіктерге қазақ тілін оқыту. Соған ол тіл білімі институтының міндеті емес.
иә, ол сол шет Жоқ, елде оқитын. солардың жаңағы бұл кеңестің ішінде болу керек, сол ғылыми институт ретінде бұл Әрине. жүйені жаңағы орнына салу үшін бұл кісілердің де андай қолдау керек Әрине. сияқты. Әрине, одан кейін ол институт құрылса, ол өзі сол құрылымы арқылы реттеледі ғой, оның жоспарын құрылып, жобасы жасалып, институттың құрылымы ол. Әрине, ол тіл білімі институтымыз, академиялық білімсіз, иә, фонетика, фонологиядан бастап синтаксиске дейін қазақ тілін оқыту мүмкін емес. Шетел аудиториясында, әсіресе түркология кафедраларында, олар жаңағы қазақ тілі корпусын жасап жатыр қазір мысалы. Олар мысалы түркологтар әлі күнге дейін күтіп отыр соны. Қазақ қашан дайын болады деп, иә, қазақ тілінің корпусын. Сол сияқты мәселелер әрине бұндай орталықтардың, институттың бәрі бірігіп жұмыс істейтін. Тіл деген ол бір адамның, бір институттың ғана емес, мемлекеттік дәрежесінде бүкіл қоғам болып атсалысатын жұмыс қой. Бұлай университеттер арасында тәжірибе алмасу бойынша сіз басқа елдерге, мысалы, басқа елдегі осы қазақ тіліне байланысты барып тәжірибе алмасып, немесе келіп тұратын сондай қарым-қатынастарыңыз бар ма басқа Европа елдерімен? Онсында қазақ елдерімен бар болды. Енді бұлай Европа елдерінің арасында, мысалы, басқа мамандықтарда бар, мысалы, Америкаға, мына Европаның, мына Германияға сияқты, мына Польшаға сияқты елдерге тәжірибе алмасып, сол елде, мысалы, бір айға, 2 аптаға сондай тәжірибе алмасуға барып кеп тұрады. Сіздерде қарым-қатынас осындай бар ма? Өкінішке орай жоқ ондай. Әрине біздің мына институтта өзіңіз білесіз, Erasmus деген бағдарлама бар. Онда біздің біліктілігімізді жетілдіреді, мысалы, мұғалімдердің, иә. Ол қазақ тіліне ғана қатысты емес. Ол жаңағы шақыратын институттың өзінің қажеттілігіне, соның сұранысына байланысты. Мен мысалы Анкара университетінде, сосын Майнц университетінде деп айттым, сол тәжірибе жинақтап жаңағы барып келіп. Содан кейін халықаралық конференцияға жібереді. Ал бірақ қанадай, өйткені қазақ тілінде, шет елде қазақ тілін оқытатын институты, кафедралар біріктіретін ұйым жоқ қой, біздің Қазақстанда. Егер ол сол жаңағы айтқан институт жылда қазақ тіліне қатысты конференция ұйымдастырып отыру керек, мысалы. Иә, соған бүкіл дүние жүзіндегі қазақ тілі лекторлары жиналып, сол жерде шетелде қазақ тілін оқытудың мәселелерін талқылау керек. Сондай бір форум құрады, иә, форум жасап, үлкен мінберден сондай мәселелерді талқылап, сондай дәрежеге болу керек деңгейде. Өйткені әркім өзі бөлек жұмыс істеп жатыр. Мысалы, жаңағы сізбен кездескен сол Познан университетінде жаңағы Хенрик Янковский мырзаның қолдауымен сондай бір жиын болды, иә. Ал енді ол тағы басқа институт қай жерде, Германия, тағы басқа мемлекеттерде ол кім ұйымдастырады оны, мысалы. Сегет университетте мен өзім жалғыз жұмыс істеп жатыр, мысалы, иә. Солардың бәрін басында құрайтын бір орталық керек. Сол жаңағы айтқан, сіз айтқан Палоникум, Понгарикум сияқты үлкен Гетен сияқты бір үлкен институт орталықтан бағытқан. Енді көп жылдардан бері жаңағы Мажар елінде тұрып жасыз, Венгрия дейді қазіргі көп қандастарымыз. Осы елдегі сізге ұнайтын тұстары, жалпы халық ретінде сіздің әлі қабылдай алмай жүрген тұстарыңыз қандай? Ерекшеліктері не деп ойлайсыз? Енді бұлардың, бұл мажар халқының ерекшелігі, бұл өздерінің дәстүрлеріне, тілдеріне өте мұқият, өйткені ойлаңыз, сондай 899 ғасырда келіп, Еуропаның орталығына ешқандай герман, славян халықтардың ортасына жұтылып кетпей, өзінің тілдерін, оларды түсінетін халық жоқ деп айтуға да болады. Сақтап, тілін сақтап қалуы, меніңше ол ерекше құбылыс, үлгерілетін нәрсе. Мысалы, Мажарстанға келдіңіз бе, сізді ешкім зорламайды, сіз мажар тілін білуіңіз керек дейді. Бірақ қайда барсаңыз да мажар тілі, қайда барсаңыз да қолданыста мажар тілі. Сондықтан мажар тілін енді ол өзі адамның өзіне де байланысты әрине. Мысалы, мен келген кезде бұл халықтың тілін білгім келді. Өзім әдебиетші болғаннан кейін, ақын болғаннан кейін, бұлардың ақындары қандай екен,
қалай өлең жазады екен, бұлардың өзінің ойын қалай жеткізеді, сезімін қалай жеткізеді деген сияқты өзім сондай қызығушылығым болды бұл мажардың үйренуге, әдебиетін оқуға, өткен тарихтарын, адами қарым-қатынастары барлығын білуге менің өзім қызығушылығым да болды. Ал бірақ бұл мажар халқының ерекшелігі, олар өздерінің тарихына өте мұқият. Егер бір батыр өтіп кетіп, ол жерде бір нәрсе қалып қалса, соны қоршап, осы жерде Бәленбай батырдың атының тұяғы басылған деп қоршап қойып, оны ескерткіш орнатып қоятын мысалы. Өздерінің тарихтарына өте мұқият. Әлі күнге дейін тарихтарының түйткіл сұрақтары өте көп. Мысалы, неге деген сияқты. Ол тек қана ғылыми дәрежеде ғана емес, ол ана халықтың арасында да сондай. Тарихқа жаңағы неге оны артықшылық емес, ол жаңағы ерекшеліктері. Сондықтан да олар өздерінің тілдерін сақтап қалып отыр. Ұлттық ерекшеліктерін сақтап қалып отыр. Енді меніңше мажар халқынан үйренеріміз өте көп осы мәселені алған кезде. Мысалы, бұлар жаңағы Австро-Венгрия монархиясы тұсында мажар тілі жойылып кетпес үшін бүкіл зиялылар күрескен, тілдік реформа жасап, тілді жаңартып, жаңа терминдер енгізіп, оны шетелдік жаңағы сөздерден арылтып, тілді қайтадан жаңғыртқан. Сондықтан мен ойлаймын, осы мәселеге келген кезде жаңағы алфавитті құрудың өзінде де үйренеріміз көп еді. Мысалы, мажар мен бір-екі ұсыныстарды айтқан, неге кезінде мына мажар алфавитін жасаған кезде түркі ғалымдары да ақыл кеңес беріп, бірге талқылаған екен, енді өз пікірлерін айтқан. Сол сияқты мажар ғалымдарын да шақырып, осындай біздің графикамызды латиницаны мәселесінде талқылауға болар еді. Одан біз тәжірибе жинақтамасақ ұтатын жеріміз жоқ деп ойлаймын. Ал енді алфавит, жаңағы мажар халқының алфавитіне байланысты айтып кеттіңіз. Қандай алфавит қолданады және осы алфавиттегі жүйелер қандай болған, тарихында қандай тұстары болды екен? Енді латын алфавиті ғой, 44 әріптен тұрады. Оның ішінде қазаққа жақын ө деген әріптер бар бұлардың. Мажар тілінің. Сондықтан бұларға қазақтың үйрену жеңілдеу. Өйткені оларда біздегі үні айтуды үйретудің қажеті жоқ, бірден меңгеріп әкетеді мысалы. Бұл аглютинативті тіл, сондықтан қазақ тілі сияқты, түркі тілдері сияқты. Сондықтан қазақ тіліне кейбір түркі тілдеріне ұқсастығына байланысты мажарлардың қазақтың үйренуі. Сонан кейін мүмкін мен кейде ойлаймын, осыған да байланысты шығар деп. Мажар тілі әлем дүниедегі ең қиын тілдердің бірі ғой. Өте қиын. Оларды жаңағы бұл тілді үйрену де оңай емес. Сондықтан мен ойлаймын, бұл мажарлардың ойлау жүйесі, милары ерекше қалыптасқанда, жаңағы қиын тіл болғаннан кейін олар кез келген тілді тез меңгеріп әкететін сияқты. Бұларда нелер көп, полиглоттар көп. Мысалы, Армен ван Меридің өзі 20-30-ға жуық тілді берген түрколог ғалым. Сосын қазақтар туралы қандай тамаша пікірлері бар, әлі күнге дейін көп жерде аударылмай жатыр. Содан қазіргі мысалы анау Манасты қырғыз тілінен фингер тіліне аударған, мажар тіліне аударған Шумфай Қара Давид деген студентіміз бар. Студент емес, ол қазір ғалым, этнограф ғалым. Ол да 20-дан астам тілді біледі, мысалы. Содан кейін Мандуки қоңыр Иштван. Жалпы мажарларда бір 5-6 тілден аз білетін адам сирек кездеседі. Көп тілдерді біледі. Мүмкін мажар тілінің өзінің ерекшелігіне де байланысты шығар. Жалпы мына алфавиттік мәселеге байланысты біздің елдегі қазақ тілінің маманы ретінде осы алфавиттің ауысуына қазіргі жаңағы графика жөніндегі өзіңіздің ой пікіріңіз не?
ауысқаны Енді- дұрыс та жаңағы Әрине дұрыс. Мажардың тәжірибесімен алмастырып келіп, сіз енді бір елмен салыстырып келгенде сіз осыған ой пікіріңіз қандай, осы алфавиттің латынға көшу жөнінде? Әрине, қазақ тілінің графикасы латынға көшкені өте дұрыс. Бізде болды ғой өзі 29-дан 40-шы жылға дейін, иә, жаңағы латын графикасы. Енді қазіргі графика біраз бөлектеу, оны мен тіл білімі институтының ғалымдарына сенемін, жақсы бізге қазақ тілінің өзінің табиғи заңдылықтарын, ерекшелігін сақтайтын графика жасайды деп ойлаймын. Өте мықты фонолог ғалымдар жұмыс істеп жатыр, мысалы. Сондықтан ол біріншіден ол латын графикасы, латын графикасы ол өркениеттің, мәдениеттің кілті біріншіден, иә. Сол арқылы бүкіл әлемге тек қана славян тілдерінің графикасы кириллицадан гөрі оның аясы кең. Біріншіден. Екіншіден, біз түркі халықтарына одан да бетер жақындай түсеміз, мысалы, түріктер, Әзербайжан халқы, түркмендер, өзбектер, иә, мысалы. Енді бізде қосылсақ, меніңше бұл өте үлкен жеңіс болады, біріншіден. Екіншіден, қазір мына заман өзгерді. Бізде информатика технологияның заманы. Оның барлығы жаңа латын графикасы ағылшын тілінде. Сондықтан біздің ұтарымыз көп болады. Латын графикасына көшсек, латын жазуын меңгерсек. Соңғы жаңағы графиканы, қазіргі қолданыстағы графиканы қолдайсыз ба? Осыған қалай ойлайсыз? Өзгерту керек пе? Бұл қазір ең соңғы нұсқа емес қой. Оны жетілдіріп жатыр, иә, мысалы, жетілдіріп жатыр. Әлде өзгерістер болуы мүмкін деп ойлаймын. Бірақ меніңше мына алдыңғы нұсқаларға қарағанда қолдануға оңтайлы, қолайлы тәсіл деп ойлаймын, бірақ әлі де жетілдіреді деп ойлаймын. Мен өзім графолог болмағаннан кейін, мен мысалы оның зерттемегеннен кейін, оның кемістігі мынадай, артықшылығы мынадай деп қазір айта алмаймын, өйткені оның соңына түсіп зерттеген жоқпын. Ат үсті пікір айтқым келмейді. Қолданып көріп жүрмін өзімде. Біз әлі шетелде оқып жатқаннан кейін, ол біздің елдің әлі ресми бекітілген графикасы емес болғаннан кейін, мен кириллицамен оқып жатырмын, қазақ. Ал ол бекітіліп, Қазақстанда бұл ресми графика, ресми жазу болғаннан кейін, ол сол сәттен бастап шетелде де сол жазуды оқыту керек, мысалы. Сондықтан бұл меніңше әлі де жетілдіріледі. Әлі де, өйткені соңғы нұсқа емес қой. Соңғы нұсқа, бірақ бекітілмеген нұсқа әлі ресми қолданысқа бұйрық шықпаған графика. Менің білуімше. Жалпы мына графика, жалпы алфавит жаңағы тіл үйренудегі, тілді жаңағы басқа елдерге үйретудегі кедергілер бар ма осының? Ненің кедергілері? Кирилл әрпімен үйретіп жүрсіз ғой. Сонда латынша болғанда ыңғайлырақ па сізге, кириллмен осы қалпында жүре берген ыңғайлы ма? Ол мәселе не ғой, оқулықтарға байланысты, ол оқулықтарды да қазір тез өзгерте алады. Қазір информатика дамыды, өзіңіз білесіз, компьютер технологиялармен оны тез кириллицамен жазылған мәтіндерді конверттер арқылы тез өзгертуге де болады, ол жаңа оқулықтарда пайда болады деп ойлаймын. Мәселе онда емес, кириллицаны меңгеруге бұлар мажар студенттер, олар жаңағы латынша әліпбиді қолданатындықтан, оны үйренуге бір айдай уақыты кетеді, яғни бір ай болғанда аптасына өзі 4 рет болады сабағы, аптасына 4 сағат болатын болса, онда бір айда сол 16 сағат, сол бір айдың ішінде кириллицаны меңгереді. Егер латын графикасы болса, қазақ тілі латын графикасына негізделген болса, онда мүмкін 2 апта кетер мекен оқып үйренуге. Өйткені алфавит үйренуге уақыт кетеді біраз.
Енді өйткені енді мен көп жылдар осы қазақ тілін беріп жүргеннен кейін менің өзімнің методикам қалыптасқан, сондықтан кириллицаны барынша тез үйреніп кетуге тырысамыз. Бірақ бір айдай уақыт кетеді олардың жаңағы тез оқу үшін, олар үйренгенше. Яғни бірінші аптадан бастап оқи бастайды, бірақ ана сыдыртып оқу үшін оларға бір айдай уақыт кетеді, мысалы кириллицаны. Сондай кедергілері болады. Жағынан жаңағы латынға көшу уақыт жағынан да тиімді дейсіз ғой. Әрине уақыт жағынан да тиімді, сосын сөздік жағынан да тиімді болады деп ойлаймын. Бұл көп тұрғыдан латынның ұтар тұсы мол. Яғни шетелдік қазақтардың да көп жаңағы мәселесі мына ақпарат құралдарын шетелдегі қазақтардың, Түркияда, осы Европада қазақтардың кирилл әрпін білмегендігінен осы нені ақпараттарды, еліміздегі атамекендегі ақпараттарды алу мүмкіндігінің шектелуіне байланысты сондай сұраныстар туып жатады. Сондықтан ол да бір керек, шетелде жүрген қазақ ретінде осы қазақ тілінің маманы ретінде осы тілдің жаңағы латынға көшуіне сіз қолдайтыныңызды білдіресіз, иә? Иә, әрине. Ақпарат кеңістігі де барлығы ашылады, әлем ашылады ғой, ол латын графикасын қолданудан кейін, оны мен міндетті түрде қолдаймын. Бірақ енді ана өзіміздің кирилл әрпімен жазылған нелерді, мұраларымызды, ғылыми еңбектерді, оларды электронды түрде латынға ауыстыру да жүйеге қойылады деп ойлаймын. Өйткені бәрібір біздің кириллицамен қалған ғылыми еңбектер, солардың барлығы құрып кетпейді ғой, оларда халықтың қажетіне жарау керек, иә? Оларды да бір жүйеге келтіреді деп ойлаймын. Онсыз да жаңағы алфавитке байланысты елімізде қаншама рет ауысқан осы алфавиттер. Сол кезде мысалы 11 жыл қолданған жаңағы латын алфавитімен 11 жыл қолданған мұралар, тарихи мұралар, тарихи жазбалар осы әлі күнге дейін бар ғой. Осы сондықтан жаңағы мұралардың жаңағы кітаптардың, ақпараттардың аударылуы ондай бір қиын, ол бір үлкен мәселе емес деп ойлаймын менде де. Осы жобамызға қатысып, өзіңіздің ой пікіріңізді білдіріп, тәжірибеңізді бөліскеніңізге үлкен рахмет. Шақырғаныңызға рахмет. Сәттілік тілейміз, ісіңіз ілгерілей берсін, қазақ тілін шетелдіктерге дәріптей беріңіз. Алтын уақытыңызды бөлгеніңізге үлкен рахмет. Сізге де сәттілік тілеймін. Әлем жаһан қазақтарының басын құрап, сұхбаттасып, тәжірибе алмасып, өте маңызды мәселелерді көтеріп жатсыз. Енді келесі жолда осы қазақ тілін шетелде беріп жүрген басқа да мұғалімдерді осындай сұхбатқа шақырып, соларды да тыңдайтын болайық. Өйткені бір адамның көзқарасынан көріп, бірнеше адамның көзқарасы тоғыса, жаңа ойлар, жаңа пікірлер болады. Сондықтан сіз үлкен жұмыс атқарып жатсыз. Әрине міндетті түрде әлі қатысатын болады. Шетелдік қазақ тілін шетелдік студенттерде, шетелдік ғалымдарда, мысалы қазақ тілімен айналысып жүрген, олар да қатысатын болады, Құдай қаласа. Біздің жобамызды тамашалап жүріңіздер. Рахмет сізге. Тәуелсіздік мейрамыңыз құтты болсын. Амин, рахмет. Бәрімізге құтты болсын. Сау болыңыз. Сау болыңыз.